Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз табиғаттың таңғажайып құбылыстары және зат есім. Енді балалар еске түсіріп өтейік. Зат есім дегеніміз не? Зат есім заттың, құбылыстың және жалқы есімдердің атын білдіріп, кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап беретін сөз болып табылады. Мысалы, кім? Бала. Не? Гүл. Кімдер? Балалар. Нелер? Ойыншықтар деген секілді. Әрі қарай енді жаттығуымызды орындайық. Бізге 11-ші жаттығуда кестемен тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Содан соң мәтінді тыңдап, болжамды салыстыр делінген. Енді құмырсқа туралы бізге кесте берілді, оқиық. Құмырсқа ең көп кездесетін жәндік, Қазақстанда 200-дей түрі бар. Құмырсқа ең көне жәндік. Ол 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Жәндіктердің сирек түрі, адам секілді көшіп қонады делінген. Келесі біз мәтінді оқиық. Құмырсқалар өркениеті. Құмырсқаның тіршілігі адамды таңғалдырар қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлектеу дүние. Біріншіден, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200-дей түрі бар. Екіншіден, құмырсқа жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Үшіншіден, олар жер бетіндегі ең көне жәндік. 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Тағы бір қызығы, құмырсқалар да адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Әр илеудің нақтыланған аумағы бар. Сол жер аумағын амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұздыңыз ба? Жауап беріңіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтте-ақ жетіп келеді делінген. Енді бізге мәтіннен жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді тап делінген. Біз енді осы мәтіннің ішінен қарастырып табуымыз керек жекеше және көпше түрдегі зат есімді. Екі кестеге бөліп яғни. Мәтін бойынша жекеше түрдегі және көпше түрдегі зат есімдер. Жекеше түрдегісі: құмырсқа, адам, жәндік, шекара, жер. Ал көпше түрдегі зат есімдер: құмырсқалар, жәндіктер және шекарашылар. Енді бізде дереккөздердің құмырсқа туралы мәлімет тауып, дәптеріңе жаз, тапқан мәліметімен бөлістелінген. Құмырсқалар, олар өздерінен 100 есе ауыр затты көтере алады. Жер шарында құмырсқаның 8800 түрі бар. Бұл жәндіктер күніне 5 сағат қана ұйықтайды. Құмырсқа қышқылы медицинада қолданылады. Одан жасалған дәрілер мен сүйек, тамыр және буын ауруларына емделеді. Олардың миы 250 мың жасушадан тұрады. Ең кішкентай құмырсқалардың ұзындығы 0,07 см, ал үлкені 5 см-ге дейін жетуі мүмкін. Осы дереккөзді балалар дәптерлеріңе жазып қойсаңыздар болады. Келесі тапсырма: жоғарыдағы мәтін бөліктерінің атауларын толықтыр делінген. Біріншісі бірге көрсетіліп тұр үлгі ретінде. Құмырсқа жай ғана жәндік емес. Екінші, енді толықтырып өтейік. Ол ең көп кездесетін жәндік. Жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Ең көне жәндік. Құмырсқалар да адам секілді. Келесі 12-ші жаттығу: қай сөз көп? Бізге сөздер берілген. Осы сөздерді біз жалқы және жалпы есім деп бөліп қарастыруымыз керек. Және жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебін есіңе түсір дейді. Енді бізге берілген сөздерді екі топқа бөлейік. Жалқы және жалпы есім деп. Жалпы есімдер бұл жердегі жайық, Бішкек, Тайбұрыл, Құтжол. Ал жалпы есімдер жаңбыр, биші, өлке, бала және оқушы. Келесі енді жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебін айтайық. Жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебі жер, су, қала, жануарларға қойылған атау болып табылады делінген. Енді 13-ші жаттығуды орындайық. Мәтінді оқы дейді. Мәтінді оқиық. Қазақстанда шөл дала көп. Бетпақ дала, Мойынқұм, Қарақұм, Қызылқұм секілді шөлді, құмды жерлерде тіршілік ету қиын. Шөлде жел үңгіген тас қуыстар, үңгірлер бар. Мұнда табиғи қалалар, табиғи сарайлар кездеседі. Құмды шөлдің тағы бір тамашасы құмның сыбдыры. Құм бетінде желдің салған неше түрлі өрнегі бар дейді. Енді бізге мәтінді пайдаланып, кестені тиісті сөздермен толықтырып айт делінген. Енді біз мәтін бойынша жалқы, жалпы, көпше түрдегі, жекеше түрдегі зат есімдер деп біз 4 топқа бөлу арқылы жазуымыз керек. Жалқы есімдер біздегі Бетпақ дала, Мойынқұм, Қарақұм, Қызылқұм, Қазақстан. Жалпы есімдер шөл, дала, жел және тас. Ал енді біздегі көпше түрдегі зат есімдер жерлер, қуыстар, үңгірлер, қалалар, сарайлар. Ал жекеше түрдегі зат есімдер дала, жел, тас, құм. Келесі 14-ші жаттығу: мәтінді көшіріп жаз. Алдымен мәтінді оқиық.
Кит суда тіршілік еткенмен балық емес. Ол аң, яғни сүтқоректі хайуан. Енесі балаларын сүтпен қоректендіреді. Сондай-ақ олар басқа аңдар сияқты ауамен демалады. Бізге енді ары қарай сұрақтар берілген. Мәтін не туралы? Зат есімдерді тап. Мәтінді зат есімдерсіз оқып көр дейді. Сонда мәтін мазмұны түсінікті бола ма? Енді мәтін бізде кит туралы. Мәтіндегі зат есімдерді теріп жазайық балалар. Біріншісі кит, балық, аң, сүтқоректі және хайуан. Зат есімдер мәтіннің негізгі бөлігін қамтитындықтан зат есімдерді алып тастасақ, мәтін бізге түсініксіз болады. 15-ші жаттығу жұмбақты шеш. Өзі алып кемедей, дауылдан ықпайды. Су шашып телеге, мұхиттан шықпайды. Бұл жұмбақтың жауабы кит. Енді жұмбақты жоғарыдағы мәтінмен салыстыр, ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Дұрыс жауабын берілге дейді. Бұл жерде екі мәтінде кит тақырыбына арналған. Айырмашылығы бірінші мәтін ғылыми танымдық мәтін, ал екінші мәтін көркем мәтін. Яғни жасылмен белгіленіп тұрған екі жауап дұрыс жауап болады. 16-ші жаттығуда орындайық. Өлеңді оқып, сұрақтың жауабын дерек көздерден ізде. Білмейді омар ораздар, жұмбақ сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық қораздар. Енді берілген өлең мен сұрақтың жауабы болатын мәтінді салыстыр. Олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тауып дәлелде. Ғылыми танымдық мәтін жаз дейді. Және оны порталасының мәтінімен салыстырып, ұқсастықтары бар ма, болса, оның сыры неде дейді. Енді бұл жерде берілген тапсырманы орындайық. Бұл үш құс түрі ең ірі және дала құстарына жатады. Ұша алмау себебі денелерінің үлкендігі болып табылады. 20 килограммның салмағы асса, ол құстар ұша алмайды. Және бұл құстың қауырсындары да басқа құстарға қарағанда өте сирек болады. Ұқсастықтары екі мәтінде түйе құс, күрке тауық, қораздар туралы баяндалған. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Видеом ұнаса лайк басып қойыңыздар. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер.